Сәлем достар, сіздерге бүгін Гүлжиханның қалай қайтыс болатыны жөнінде айтатын боламыз. Гүлжихан өзінің жаман ауруға ұшырағанын бәрінен жасырады. Ол өзінің аз ғұмыры қалғанын біліп, қызметшісі Дүндуді шақырып алады. Дүндудің сүйіктісі бар екенін біліп, бүгін кешкі асқа шақыр деп, отбасымызбен бірге таныссын деп айтады. Дүнду қуанғанына Гүлжихан ханымды құшақтап алады. Гүлжихан іштей абыржып жылап қалады. Бұл кезде Налян Седатпен ажырасқан, ата-анасынан кетіп, өзі жалғыз үйде тұрады. Қасында көмекшісі болады. Көмекшісі: Налян ханым, сізге не болды? Неге көңіл күйіңіз жоқ деп сұрайды. Сізді аластап жіберейін. Отты тұтатып жатқанда Налянның есіне өткені түсіп, өткен отбасы есіне түсіп кетеді. Дәл осылай оны анасы аластап жүруші еді. Налян бұрынғы отбасын сағынып, іштей жылап қалады. Көмекшісіне: қасымда сен болмасаң мен не істер едім деп жылайды. Гүлжихан бүгінгі болатын кешке дайындалып жатады. Бірақ өзін жайсыз сезініп, Гүлжиханның ауруы асқынып жөтеле бастайды. Орамалын қараса қанды көріп өзі шошып кетеді. Менің аз ғана ғұмырым қалыпты ғой, бүгінгі қуанышқа мені сақтай көр деп жалбарынады. Қасына Музо келіп: апа, сізде барлығы жақсы ма дейді. Апасы: менде барлығы жақсы. Музо: ұлым, сенің Биллурды қатты жақсы көретініңді білемін. Оны бүгін кешкі асқа шақыр, отбасымызбен бірге отырсын деп айтады. Гүлжиханның ойы өзі тірі кезінде барлығының басын қосқанын қалайды. Хайри Налянның қыр соңынан қалмай жүреді. Бұл кезде Седат ақыры арманына жетіп, компанияның басшысы болып алады. Бірақ Налянды ұмыта алмай өзіне қайтарғысы келіп жүреді. Налян Биллур мен Музоның жақсы жаңалығын естіп қуанып тұрады. Биллур алаңдап: мен әдемі көрініп тұрмын ба деп кешке дайындалады. Налян Биллурды бүгінгі болатын тәтті шайға өз дайындайды. Гүлжихан ханымның жағдайы сағат сайын, минут сайын нашарлай бастайды. Қайта-қайта жөтеліп, әрең шыдайды. Осы кезде Налян Гүлжихан ханымға хабарласып, бүгінгі болатын қуанышымен құттықтайды. Налян отбасынан жырақ кетсе де, бірақ Гүлжихан ханыммен арасын үзбейді. Сыртта музыканың даусы естіліп, бәрі атып шығады. Жүгіріп келсе, Рафет мырза қолында гүл шоқтары бар екен. Гүлжихан бұрын соңды Рафеттің бұндай романтикалық жағдайын көрмеді ме, әйтеуір қатты таңғалады. Рафет мырза қолындағы гүлін Гүлжиханға береді. Сөйтіп екеуі вальс билеп кетеді. Қасында отбасы екеуіне қарап, бір нәрсені сезгендей қайғырып тұрады. Қой, енді тәтті шайымызды жалғастырайық деп барлығы столдың басына жиналады. Енді түріктерде қалай айтылатынын білмеймін, бірақ біздің елде ол тәтті деп айтылады. Биллурдың қуанышында шек жоқ. Оның қасында отырған Седат Налянның қуанған жүзін есіне алады. Бірақ сыртта ешкімге білдіртпей, тек қана жымиып қана қояды. Гүлжиханның ауруы тағы да қозып жөтеле бастайды. Отбасы абыржып: апа, сізге не болды деп барлығы аң-таң болып қалады. Гүлжихан білдірмес үшін орнынан тұрып кетеді. Артынан таз басты жездесі келіп, бір нәрседен қорғағандай жетіп келеді. Сен бізден бір нәрсе жасырып тұрсың деп ол барлығын сезіп қояды. Бірақ Гүлжихан мойындамай барлығын жасырады. Балдызы мен жездесі бір-бірінен кешірім сұрасады. Рафет пен Гүлжихан қызметшісі Дүнду мен оның сүйіктісіне өз батасын беріп, той күнін белгілейді. Музо мен Биллур бізді де айтып қалам екен деп ар жақта үміттеніп тұрады. Содан соң екеуі басқа бөлмеде оңаша сөйлесіп тұрады. Седат кетіп бара жатып, екеуінің әңгімесін естіп құлағы шалып қалады. Биллур Налян мен Хайридің махаббат оқиғасын айтып отырады. Музо: енді біз оны қалай Седатқа түсіндіреміз деп алаңдайды. Седат барлығын шындықта естіп, Налянға кетпекші болғанда апасы тоқтатып: екеуміз сөйлесуіміз керек дейді. Ұлым, сенің жаңа Налянды дастархан басында есіңе алып, сағынып жүргеніңді білемін дейді. Седаттың көңілі босап кетеді. Гүлжихан: егер сен Налянды жақсы көретін болсаң, оны жіберіп алма. Бұл өмір тек қысқа ғана. Оны ертең өкінішпен өткізіп жүресің деп екеуі де жылап қалады. Кеш болып, Рафет пен Гүлжихан ұйықтап жатады. Бір кезде Гүлжихан оянып, жағдайы нашарлап, өзін жайсыз сезініп жылап тұрады.
Бірақ Рафетті уайымдап қалмасын деп оған айтпайды. Рафетке өзінің соңғы сөздерін айтып, оны қатты жақсы көретінін айтады. Іштей қоштасып бір нәрсені сезгендей, егер маған тағы да өмір берілетін болса, мен сені таңдайтын едім, сенімен бірге болатын едім. Бірақ Рафет мырза бұны әрине кеш түсінеді. Таңертең Рафет мырза оянып Гүлжиханға сенің аяқтарың суық қой, мен қазір дәрігерді шақырамын деп орнынан қарағанда, Гүлжиханның түрін көріп шошып кетеді. Гүлжихан бұл кезде сұп-сұр болып дүниеден озып кеткен болатын. Рафет өз көзіне өз сенбей абыржып алаңдап тұрып қалады. Көрпені ашып қараса, оның мұздай қолы жерге түседі. Сол кезде ол қатты жылап, қимастықпен өкіріп жылап, оны соңғы сапарына шығарып салады. Бірақ осы жерде Гүлжиханның соңғы жаназасы сапары фильмде көрсетілмейді. Рафет дәл осылай Гүлжиханмен қоштасады.